Ассалаумағалейкум, Әмин Кезет арнасының көрермендері. Міне, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Атырау облысы бойынша қала және аудан имамдары Жылой ауданы Жылой мұсылмандар мешітінде бас қосты. Атырау облысының бас имамы Алтынбек Ұтысханұлының қатысуымен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан қабылданған 7 бағыт бойынша талқылау жиыны өтетін болады. Сонымен қатар Жылой мұсылмандар мешітінің жанынан ашылған ерлер және әйелдер дәретханасы, сонымен бірге әйелдерге арналған дәрісхананың ашылуы рәсімі өтетін болады. Және де Ихсан ілімі аясында аудандық кәсіпкерлермен Атырау облысының бас имамы Алтынбек Ұтысханұлы кездесу өткізеді. Және де тағы да бір айтулы шараның бірі аудан әкімі және округ әкімдерінің қатысуымен, ауыл ақсақалдарының қатысуымен жаназа және жерлеу рәсімі, ас беру мәдениеті құжаттарының таныстырылу рәсімін өткізетін болады. Толығырақ Иманғали орталық мешітінің баспасөз қызметі хабарлайды. Атырау облысының бас имамы Алтынбек Ұтысханұлы бастаған діни делегация Жылой ауданына жұмыс сапары аясында бірқатар іс-шараларға қатысты. Жылой ауданында Атырау облысы имамдарының көшпелі мәжілісі болып өтті. Онда мүфтият бекіткен биылғы негізгі 7 жұмыс бағыты талқыланды. Және орталық Иманғали мешітінен бекітілген жауапты мамандар атқарылып жатқан жоспарлы іс-шаралар туралы айтып, қала аудан имамдары өзара тәжірибелермен бөлісті. Атырау облысы Жылой ауданға келудегі басты мақсаттарымызда осы жерде көшпелі жиындарды өткізу. Яғни діни басқарма тарапынан берілген тапсырма 7 бағыт болса, сол 7 бағыт аясында нақты есептерін тыңдау және оларға түсіндіру жұмыстарын жүргізу, білмеген жерлерді үйрету. Міне осы мақсатта келдік, осы мақсатта жұмысымыз жүрді. Енді келесі жолы басқа бір ауданда да осындай өзекті мәселелерді, тақырыптарды көшпелі жиын ретінде өткізіп отыратын боламыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан 7 бағыт жөніндегі жүктелген жұмыс жасап жатқан әрбір тәжірибелі азаматтармен, имамдармен, түсініктеме жұмыстармен, жұмыс көрсеткіштермен осы жерде сондай бір үлкен тәжірибе алмастық. Алдағы уақытта сол бағытталған әрбір азаматтардың, әрбір имамдардың өзіне жүктелген жұмыстарын арғата дамыту, арғата атқару, арғата жақсы бір үлкен тәжірибе алу деген мақсатта болып жатыр. Бұл жердегі имамдар өзінің қандай дәрежедегі жұмыс көрсеткіштерін көрсете білу болды. Соны біздер қазір өзімізге сол бір сабақ ретінде алдық. Ол дегеніміз өте үлкен, жақсы тәжірибелі іс болды. Бас имам Жылой аудандық орталық мешіт жанындағы 70 орындық асхананың және бірқатар нысандардың ашылу рәсіміне қатысты. Бүгінгі мынау облыс имамы Алтынбек Ұтысханұлы және бүкіл имамдардың қатысуымен осы мешітімізде бүгін мәжіліс залы іске қосылды. Және қыздар, әйел адамдар сыныбы іске қосылды, және жолаушыларға, ішкі қызметкерлерге арналған арнайы асхана іске қосылды, және жамағаттарға арналған ерлер дәретханасы, арнайы намаз алды, тазалық бөлмесі іске қосылды. Осының барлығына атсалысып жатқан жамағатқа, халыққа, баршасына Алла разы болсын дегім келеді. Жақсы игі істерге атсалысып жатқан барша жамағатқа, халыққа мен алғысымды айтамын. Және Алла Тағала елімізге тыныштық, береке, жақсылық берге. Аман болайық. Атырау облысының бас имамы Алтынбек Ұтысханұлы Жылой ауданының әкімі Халил Жамаловпен кездесіп, жергілікті ақсақалдар, зиялы қауым өкілдерімен жүздесті. Онда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан бекітілген зират және зиярат ас беру мәдениеті құжаттары және жаназа жерлеу рәсімдерін біріздендіру жайы талқыланды. Облыстың бас имамы облыстағы аудандардың, қаланың имамдарын әкеліп, бүгін үлкен бір мәжіліс өткізіп жатыр. Дін жөнінде, оның ішінде мынау қайтқан адамдарды рәсімдеу, соның жаңа кейбір шарттарын жеңілдету, сол өте орынды деп есептейміз. Сондықтан біз енді мынау аудандағы болып жатқан жағдайларға байланысты сұрақтарымызды қойып, өз үлесімізді қоссақ деген рахмет енді келіп жатқанына. Алтынбек Ұтысханұлы жылойлық кәсіпкерлермен кездесті. Кездесуде Ихсан ілімі елге риясыз қызмет ету мәселесі талқыланды. Бас имам рухани істерге ұдайы қолдау білдіріп жүрген кәсіпкерлерге ризашылығын жеткізді. Облыс имамы Алтынбек Ұтысханұлы жақсы осы кәсіпкерлермен кездесу өткізді. Сол мезгілде Ихсан ілімі дегеніміз бұл адамның өзінің рухани тәрбиесі, отбасынан, ата-анасынан көрген тәрбие деп білуге болады. Және де осы мына қайырымдылық шарасына атсалысып жүрген бауырларымыз, солар кәсіпкерлер. Алла разы болсын, баршасына Алла жұмыстарына, кәсіптеріне қайыр берекетін берсін.
Сапар аясында бас имам Алтынбек Утусханұлы 103 жастағы Абыз Ақсақал Абдулла Абдрахмановтың шаңырағына барып бата алды. Абыз Ақсақал ел амандығы үшін дұға жасады. Құдай жарылғасын, берекет берсін, екі дүнияның абырайын берсін. Халқым аман болсын, халқымның азаматы аман болсын. Ауыз бір болсын, несібе мол болсын. Осы түздегі бабаларының батасы қабыл болсын. Аллаху акбар. Ұзақ жылдардан бері мешіттің құрметті жамағаты болып келе жатқан Абдулла Ақсақал кезінде сталиндік репрессияның құрбаны болған. Магаданға айдалып, зауалды кезеңдерді бастан өткерген. Нұркен Абдрашев, Баян Жанзақова, Асхат Тантаев. Арнайы Амин-Кз үшін.